Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін назарларыңызға үй жағдайында жасалатын тартылған еттен жасалған пицца ұсынамын. Рецептім ұнап жатса, лайк қойып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жылы суымызға тұз қосып, дрожжымызды араластырып, үстіне сұйық май құямыз. Араластырған соң ұнымызды салып, біркелкі болғанша жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, демалдырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша пиццаның бетіне жағатын соусын дайындаймыз. Ол үшін ыссы суымызды қызанақтарымызға құйып, қабықтарын аршып аламыз. Дайын болған қызанағымызды блендердің көмегімен ұнтақтап, тұз қосып, зәйтүн майын қосып, араластырып дайындап қоямыз. Дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөліп, домалақтап қамырымызды 25 диаметрдей қылып қысамыз. Дайын болған қамырымыздың шеттерін түйіп, противенімізге саламыз. Бетіне соусымызды жағып, сырымызды сеуіп, қуырылған тартылған етті салып, қызанақтарын салып, бетіне әдемілеп, үстіне тағы да ірімшіктен салып, қызып тұрған пешімізге 15 минутқа салып пісіріп аламыз.